Менің өмірімді өзгерткен екі адамға алғыс айтам. Біріншісі, маған массаж үйреткен ұстазым. Ол кісіге массаж үйренуге барғанымда тек дисплазия мен ДЦП балалар келген болатын. Сол екеуін жақсы үйрендім. Бірақ бір күні қисық мойын бала кездесті. Мойны кәдімгі сүйек тәрізді. Мен енді бастап жатқан жас маман болғандықтан ондай диагнозбен жұмыс жасап көрмегем. Содан мені үйреткен ұстазыма апарып көрсеттім. Әлия, бұл қисық мойын. Сен мұны жасай алмайсың. Мамаша, менде бір орын бар, соған алып қалам сізді. Содан шығып остановкаға келгенше жылап келдім. Өзімнің білімсіздігімнен, дәрменсіздігімнен жыладым. Содан намыстанып Алматы, Астана, Ташкент, Ресей елдерінен білімімді жоғарылаттым. Осы кісіге рахмет. Сол кезде намысыма тимегенде дамымай жүре берер ме едім, кім біледі. Екіншісі, тоқырау кезі. Інім түрмеде, әкеміз жоқ. Анам жұмыстан қысқартуға ұшыраған. 2 ай сайын анам екеуміз түрмеге қатынаймыз. Одан анам инсульт алып, ұзақ ауруханада жатты. Түрме мен аурухананың ортасында жүрдім. 2 інімді үйлендірдім, 2 сіңілімді күйеуге бердім. Жалақыны 2-3 айда бір аламыз. Оған дейін қарызға кіріп кетем. 2 семьяны жалғыз өзім асырадым. Өзіме қарамағам. Үстіме не бар, соны киіп жүргем. Бір күні анықтама керек болып, туысқан сіңіліме барайын дегем. Қай этажға көтерілейін? Көтерілмей-ақ қой, өзім барамын, төменде күт, деді. Кейіннен бір адамға, ужас, үстіне бірдемелер киіп алыпты. Апам деп айтуға ұялып, төменде күт дедім, депті. Сол күннен бастап алдымен салонға бардым. Маржан, мен өзгергім келеді. Әли апа, сізге милирование жарасатын сияқты. Содан милирование жасатып, тырнақ, қас жасаттым. Дива дүкеніне келіп, турецкий жаңа көйлектер, двойкалар алдым. Датавой ескі киімімді қайтып кигім келмей, этикеткамды жұлып алып, кассадан өткізіп, сол жаңа киімімді киіп шықтым. Рахмет сіздерге, Алланың нұры жаусын. Сіздердің арқаларыңызда өзгеріп, өзімнің бағамды жоғары көтердім.